3 күндік жолдың бүгінгі соңғы күніне бала шәкірт барын салды. Қорықтан күн шыға атқа мінейік деп асыққанды. Бұны қаладан алып қайтқалы барған ағайыны Байтасты да таң атар атпаста өзі оятып тұрғызып еді. Күн ұзын аттан да түспей, өзге жүрушілерден оқ бойы алды отырған. Кейгейде өзіне таныс Көкүйірім мен бура тиген Тақырбұлақ сияқты қоныс құдықтардың тұс-тұсына келгенде бала оқшау шығып, астындағы жарау құлап естісін ағызып талады. Арттағылар Байтас пен Жорға Жұмабай: «Әй, мына баланың ауылға асығуына сорлы бала қыстай шықса болып қалған-ау» деседі. Бала шәкірт ұзап кеткенде бұлар да еріксіз желе шоқырақтап шауып отырып қуып жетеді. Жорға Жұмабайдың тақымында қара шоқпары бар, Байтастың да аяғының басын ілген ұзын қайың сойылы барды. Тақырбұлақ тұсына келгенде Байтастар баланы жеке шабудан тежеп: «Әй, енді бізден ұзап кетпе, анау Есенбайдың жарасын білесің ғой, ұры жатады» деді. «Сенімен бізді манадан көріп отыр. Қоқырақтап жалғыз шабатын немекен, түсіріп атын әпкел өзің дейді де сені төбеден бір-ақ нұқып, мына бәйгі-бестіңді алады да кете барады» деді Жұмабайда. Сендерші, сендер беріп жібересіңдер ме? Ой, бізде не қауқар бар? Біз екеу ақ. Олар самсаған сары қол. Бұл Есенбайда удай жау жатады. Тек бізді өзіміздің елдің адамы деп аман қалдырмаса, жер жаман деп Жұмабай шошыта сөйлегісі келеді. Баланың қытығына тиетін осы жер. Әйтеуір сендерден дәрмен жоқ екен. Ендеше бірге жүрдім не, жеке жүрдім не, ал кеттім деп соқтырта жөнелді. Бұл Тақырбұлақтан өте бергенде бастаған еді. Содан жаңа қауіпті деген Есенбайға жеткенше артына бірде-бір қараған жоқ. Көз ұшына кетіп ұзап албалғи жапа жалғыз шауып отырған. Жолдың бұл тұстары ылғи белес-белес болатын. Осы қазіргідей боп жұрт Шыңғысқа, жайлауға қарай көшкенде елсіз боп қалатын жер. Алыстан жолды бағып отыратын тұрғылары бар. Тағы ек артпадан өкпе тұстан жүргіншіге жауды қоян қолтық құшақтастыра түсіретін ұрысай, жасырын жыралары да бар. Бұдан бұрынғы 2 күндік жолда үлкендер жылдам жүрмей, баланың шыдамын әбден тауысқанды. Ол сондықтан бүгін ауылға жететін күні үлкендерді еріксіз қатты жүргізудің айласын тапқанына дән ырза. Күні бойы осылай етуге байлаған. Бала деген қорқар болар еді. Ес бар өзіңді ай пәрвәрдігер деп Байтас бабын таба алмай басын шайқайды. Жұмабай әбден болмаған соң: «Қап, мынаның баласы ай, мен бөрінің бөлтірігімін деп келеді-ау. Қой, не де болса қалмайық енді. Байтас, жүр» деп шаба жөнелді. Екеуі де жарыса бастады. Байтастың мінгені Құнанбайдың қаражал бурылаты, дәмелі бәйгаттың бірі еді. Жұмабайдың астындағы да сол Құнанбайдікі, Найман көк деген үлкен ақ көк ат болатын. Екеуі жарыса жөнелгенде амалсыз егеске түсіп, мен озам тепкілесіп созыла берді. Бір белден асып, екінші белдің өріне қарай тоқтамай жарысып келе жатты. Осы өрде бурылат есікпен төрдей алға түсе беріп еді. Белге шығып алып шауып келе жатып қарағанда бала көрінбеді. Бұлар тағы да сілтесе бермек болды. Сөйтіп осы белдің ойына қарай құлай бергенде Жорға Жұмабай арт жағынан сол иығы тұсынан тасырлатып кеп қосылған бір дүсірді естіді. Дәл Есенбай бигінің тұсы.
және дәл Есенбай жырасының өзі екен. Әй, кәпір, содан қосылған жау болды ва. Баланы алып бізді баққан екен-ау деп, ақ көк атты тепкілей берді. Артына қорқақтай қарап, шала бұрылып, көз қиығын тастап көрді. Мас көзіңді, мас деп, әзірейілдей төніп келе жатқан бірдеме атында кісісінде болжай алмады. Әдейі танытпайын деп бет-аузын таңып алыпты. Бұл өңірдегі күндіз шабатын ұрының әдеті.